Сәлем достар, қайырлы күн. Тегін вебинарға тіркелгеніңіз үшін өте қатты қуаныштымын. Жалпы жарнамада көргеніңіздей, бұл вебинар шынайы, нақты, бір қандай да бір нәтижеге жеткісі келген маркетологтарға және кәсібін карантин кезінде, осы кризис кезінде онлайнға көшіріп, соның жемісін көргісі келетін кәсіпкерлерге арналған. Мен сіздерге айтайын, 2 жылдан бері осы салада, яғни кез келген маркетингтің құралын копирайтинг арқылы, копирайтингпен байланыстырып біз дамытамыз. Копирайтинг ол сатылым әкелетін жарнама мәтіні. Сізге видео түсірсеңіз де, чат-бот жасасаңыз да, қандай маркетингтің құралын қолдансаңыз да, осы копирайтинг қажет болады. 2 жылдан бері осы саланы зерттеп, 10 мыңнан аса шәкірт шығарғаннан кейін сіздермен бір ақпаратпен бөліскім келді. Бірақ бұл жерде алдағы болатын вебинарда барлық копирайтингтің барлығымен бөлсем деп айта алмаймын, бірақ сіздерге мен ең маңыздысы базалық білім бере аламын. Сіздер вебинарда ең алдымен дұрыс жарнама жазу, OLX-қа дұрыс жарнама беру, қалай дұрыс беру керек, біз конверсия 50% хабарласатындай қалай жазуға болады, Инстаграмда қандай пост жазып клиент алып келеміз, осыны үйренеміз. Және де ең маңыздысы өзіңіздің конкуренттеріңізден ерекшеленіп, клиенттерді магнит сияқты қалай тартуға болатынын білесіздер. Соңғысы, сіздердің осы уақытқа дейінгі жіберіп жүрген қателіктеріңіз, яғни қалай жазбау керектігін көрсететін боламын. Және бұл тек қана лекция немесе теория түрінде ғана емес, біз бірге практика түрінде орындап, тікелей эфирда, яғни YouTube арқылы бір-бірімізбен кері байланыс орнатамыз. Сұрақтарыңызды қоясыздар, тапсырмаларыңызды жібересіздер, яғни бұл практикум болады. Осы видеоның астында сіздерге 2 түрлі тегін ақпарат дайындап қойдым. Сіздер вебинар басталғанша соны көре аласыздар. Бірінші, инфобизнеста, яғни оқу орталықтары болсын, қалай онлайнға көшіреміз, соның 13 түрлі қадамын дайындап қойдым. Екінші, Инстаграм аудиторияны анықтап, контент план жасап, қалай продаж жасауға болады. Осының 5 түрлі тегін сабағын дайындап қойдым. Оны алу үшін төмендегі батырманы басыңыздар. Вебинарда кездескенше.